Ассаламу алейкум қыздар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бір дегенде жүректеріңіз жаулап алатын өте дәмді дастарханыңыздың сәнін ашатын осындай әдемі салаттың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін жұмыртқаға тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай араластырып, қызып тұрған тапаға салып, блинчик сияқты етіп пісіріп аламыз. Міндетті түрде тапаларыңыз шамалы майланған болсын қыздар. Құрғақ болса жабысып қалуы мүмкін. Міне осылай аударып екінші бетінде пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай дәл блинчик сияқты пісіп шығады. Осылай жұмыртқа таусылғанша бәрін пісіріп шығамыз. Ал енді салатқа қосылатын басқа заттарды тураймыз. Мен алдымен қиярдан бастадым. Өздеріңіз қалаған кез келген формада турауларыңызға болады. Мен тым ұсақ емес, тым ірі емес, осындай бөліктерге бөліп турап шықтым. Колбасаны да дәл қияр сияқты етіп турап аламын. Міне осылай. Ыдысымызға саламыз. Жаңағы блинчик сияқты етіп пісіріп алған жұмыртқаларымызды төрт бұрышты етіп турап ыдысымызға саламыз. Үстінен бір банка жүгері, яғни кукурузды саламыз. Міндетті түрде суын төгуді ұмытпаңыздар. Ал енді дәміне қарай майонезді салып араластырамыз. Майонез өзіңіздің қалауыңыз бойынша, біреу көп болғанын қалайды, біреу аз болғанын қалайды. Қыздар, егер видео ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басып, қазақша контенттің дамуына бірге үлес қосайық, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне біздің салатымыз дайын. Осылай дастарханға тартсаңыз болады, немесе мен сияқты осылай чешелді шашып, яғни арасын ашып, оформление үшін, сәндік үшін қойсаңыздар болады. Салаттарыңыздың сәнін ашып, өте әдемі көрініс береді. Міне достар, біздің салатымыз дайын. Назарларыңызға рахмет. Жасап жатсаңыздар ас болсын. Сіздермен болған Жанар.